Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulil Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Бүгін 12-ші дәріс бет. Кеше үзіліп қалды, тоқтап қалдық. Жалғастыра қарай. Алдында имам Тахауидің қай сөзін өттік? Ва хуа хайюн ла ямут. Ол Алла Тағала өлмейді түрін өттік. Бүгін 12-ші дәрісімізде қайюм ла янам. Алла Тағала, жазып қойыңыздар, ұйықтамайтын басқарушы. Алла Тағала енді тірі болғаннан кейін қайюм дейтін сипат тірінің қасында бірге жүреді. Алла Тағала ұйықтамайтын. Не дейді? Ұйықтамайтын? Ұйықтамайтын басқарушы. Басқарушы дегенді қалай түсінеміз? Айтыңыздар. Мысалға, Алла Тағаланы тіріді келісіп алғаннан кейін, енді Алла Тағала осы әлемді, бүкіл жаратылыстарды басқарады. Істерін реттейді. Мысал қалай? Мысалға, фуланун қаимун алейхим дейді. Пәленше оларды басқарады десе, мысалға Данияраға отбасын басқарады десе қалай түсеміз біздер? Отбасын қамтамасыз етеді деген мағына, дұрыс па? Олар ауырып қалса, несін алып береді? Дәрі-дәрмектерін. Ризық тауып бере ме? Ризық тауып береді, дұрыс па? Киімін алып береді, міне. Басқарушы деген сөздің астына осы нәрсенің барлығы кіріп кетеді. Данияраға қаимун алейхим, яғни отбасын басқарады деген кезде осының барлығы кіріп кетеді. Енді Алла Тағала басқарады деген кезде не кіреді астына? Яғни жаратылыстарының ризықтарын тауып береді, дұрыс па? Жан береді, дүниеге сәби келіп жатыр, дұрыс па? Дүниеде өтіп жатқандары бар мысалға. Шипаны береді Алла Тағала. Міне, біреулер ауырып қалып жатады. Одан кейін Алла Тағала оның шипасын береді. Алла Тағала бүкіл нәрсені, Алла тірі болғаннан кейін өз жаратылысын Алла Тағала не істеп отырады? Басқарып, істерін реттеп отырады. Енді Алла Тағала әлбетте осы әлемді жаратқаннан кейін қияметке дейін осы бүкіл жаратылыстарының істерін реттейді, басқарып отырады. Енді мынандай нәрсе бар, бізде хамил тұрған кезде махмулдан не сұраймыз деген. Бір сөз болды ғой, жаратушы тұрған кезде жаратылыстан не сұрайсың деген сияқты ғой. Хамил тұрған уақытта, хамил дегенде көтеруші, махмул көтерілген. Мысалға, мәйіт көтере ме? Мәйітті кім көтереді? Тірі көтереді. Әлсізді күшті көтере ме, әлсіз көтере ме? Мәйіт көтере алмаған сияқты, әлсізді әлсіз көтере алмаған сияқты, мәйітті тірі көтереді, әлсізді күшті көтереді. Сондықтан жаратылысты көтере алмайды. Жаратылысты көтеретін болса, онда мәйітті көтеру керек болып қалады да онда. Көрдіңіз бе? Сондықтан жаратылысты көтере алмағаннан кейін, жаратылысты кім көтереді? Жаратушы көтереді. Түсінікті ме? Яғни, сондықтан жаратушы тұрған уақытта жаратылыстан не сұрайсың деген осыдан шығады жаңағыдай. Алла Тағала қаим екеніне байланысты, Алла Тағала осы әлемді басқаратындығына байланысты мынандай аят бар. Астаизу билла. Инналлаха юмсику самауати вал арда ан тазула. Расында Алла Тағала 7 қабат аспан мен жерді ұстап тұрады дейді. Не үшін? Ан тазула, олардың тайып кетуінен дейді. 7 қабат аспанды ұстап тұрған кім ол? Алла. Жерді ұстап тұрған кім? Алла. Енді осылардың тайып кетуінен, яғни не?
бір сәтке тек жылжып кететін болса, өздерінің орнынан тайып кететін болса, кім ұстай алады Алладан басқа? Түсінікті ме? Арғы аятта не деп айтады? Уәлә инзалата амын енді айтып жатыр. Сол екеуі аспандар мен жер орнынан тайып кететін болса, орнынан ығысып кететін болса, жүйе бұзылатын болса, ал ин амсакахума мин ахади мин баъди. Одан кейін Алладан басқа бір ұстап қалушы бар ма дейді. Жоқ қой, дұрыс па? Бір ұстай ала ма? Жоқ. Иннаху кана халиман ғафура. Сол себептен Алла тағала халим дегене жаратылыстарына жұмсақ дейді, көрдің бе? Жұмсақ сипатын қосып тұр. Егер Алла тағала мынандай нәрсе бар, алдында кітапта келтіреді, Тәжул Арус бар ғой, сіздердің еткілеріңіз келіп жүрген, көркем мінез кітабы ғой, арналған. Алла тағаланың мейірімділігінің қасында үлкен күнә бір болмаш нәрсе болып көрінеді дейді. Ал Алла тағала мейірімділігімен емес, әділдігімен санасатын болса Алла тағала, онда болмашы кіші күнәнің өзі үлкен күнә болып көрінеді дейді. Көрдіңіз бе? Егер Алла тағала мейірімділігімен емес, әділдігімен сот қылатын болса Алла тағала, онда бізге қиын болады онда. Міне, содан Алла тағала біз қанша күнә істесек те, Алла тағала 7 қабат аспан жерді жібере салатын еді ғой, жоқ. Жұмсақ болған себепті Алла тағала ұстап отыр. Жұмсақ және кешірімді дейді. Біздің күнәларымызды не істеп отыр Алла тағала? Кешіріп отыр. Егер Алла тағала шынымен әділдігімен келетін болса бар, онда қиын болады. Онда баяғыда түсіп кетермеді да төбемізден. Тіпті 8 планетаны қарайтын болсақ, өзінің жолында орбитасы дейді, өзінің орбитасында айналып жүр. Жылжымайды, ол өз орнынан жылжымайды. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде аят бар, қандай? Алла тағала әр нәрсені өлшеммен жаратқан дейтін аят бар. Сондықтан әр жаратылыс, күн бола ма, ай бола ма, планеталар бола ма, өзінің жүйесімен жүріп жатыр. Өз жолына тайып кетпейді олар. Тайып кететін болса, онда бұзылады. Алла тағала барлығын не істеп қойған, біздер үшін реттеп, жүйелеп қойған барлығын. Сондықтан мұсылман адамның да өмірі ретсіз болуға болмайды. Ретті болу керек та. Бізде жүйемен жүруіміз керек, жоспармен жүруіміз керек жанды. Сондықтан есеп беру керек деген сол жаңады. Енді мункар хадис бар. Жалпы енді ақидада әлбетте әлсіз хадисің өзі алынбайды ақидада. Бұл жерде тек қана бізге Алла тағаланың қаим екендігіне мысал беру жағынан. Бұл хадисте келеді. Вақуа фи нафси Муса алейхиссалам халиллаху янам. Муса алейхиссаламға, пайғамбарға Алла ұйықтай ме, алдында өтті. Естеріңіз түсіп жатқан шығар, егер сіздер бірінші қатыстыңыздар ғой, бірінші ақидан естіп. Алла ұйықтай ма деген нәрсе Муса пайғамбардың ойына келді дейді жанды. Алла тағала. Әлбетте бұл сах хадис емес, түсінікті ма? Бұл мункар хадис, яғни қайтарылған негізі. Фаарсалаллаху лаху малакан юварриқуху саласата айям. Кейін Алла тағала 3 күнге бақылауға өзінің періштесін жібереді. Ва хамала биядиги қаруратан. Және ол кісінің 2 қолына шыны бөтелке ұстатылады дейді. Яғни 3 күн осы бөтелкені ұстап тұрған күйі бір-біріне соғылмау керек. Ұйықтамау керек те, солай ұстап тұруға бұйырылған дейді. Сөйтіп бір күн өтеді, екінші, үшінші күн болған уақытта ол кісі қалғып, 2 шыныны бір-біріне соқтығысып, қолынан түсіріп алған екен. Сөйтіп жерге сынған екен. Сонда Алла тағала не деп айтады? Лаунимту я Муса man yahmilu samawati wal arda wal khaliqa. Ва Муса, егер мен ұйықтайтын болсам, 7 қабат аспан және жер бүкіл жаратылысты кім ұстап тұрады дейді онда? Кім ұстайды дейді? Фастакката камастакката аз-зужажату биз-зужажати.
әлгі екі шыны бір-біріне соқтықсып сынған сияқты, онда осы әлем де сондай болатын еді деп айтқан екен. Алла тағала білдірткен дейді жаңағыдай. Яғни уахи еткен дейді. Бірақ енді әлбетте бұл хадис, бұл жерде Алла тағаланың осы әлемді қаим, басқарып тұрғандығына дәлел, яғни біз Муса алейхиссалам пайғамбарымыз солай болды деп айтпаймыз. Өйткені бұл хадис мұнкар, қайтарылған хадис. Алла тағала ұйықтамайды деп айтады ғой. Енді біреулерде сұрақ туындауы мүмкін қалғиды шығар. Жоқ, Алла тағала ұйықтамайды да, қалғымайды да. Аятул Күрсіде қалай келді? Аятул Күрсі оқып жүрсіздер ғой. Ол жерде қалай келеді? Ла таъхузуху синатун ва ла наум. Ла таъхузуху деген оны алмайды. Не алмайды? Синатун, қалғу. Ла таъхузуху мет, ла таъхузуху, я? Ла таъхузуху. Бізде ұйқы ала ма? Қалғу ала ма? Ла таъхузуху синатун. Синатун. Сина дейтін қалғу. Синатун вала наумун. Вала. Алла тағаланы қалғу алмайды, және ұйқы алмайды. Вала наумун. Қараңыздар, бұл жерде өте нәзік мәселе бар. Сіздер білесіздер, алдында өттік. Қараңыз. Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды дейді. Неге бұл жерде Алла тағала мына екінші ләмді әкелді әдейі? Неге бұлай жазған жоқ Алла тағала? Уа наумун. Синатун уа наумун. Ла таъхузу синатун уа наумун. Неге мына ләмді Алла тағала қойды? Ләмді қоймай-ақ осылай айтса болмай ма мысалға? Алла тағаланы қалғу, уа дейтін және дегенді білдіреді, наум дейтін ұйқы. Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды. Олай да болатын сияқты, бұлай қарап отырсаң, е? Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды. Алмайды деген сөзде, яғни ұйықтамайды, қалғымайды деген сөз, түсінікті ме? Алла тағаланы қалғу алмайды және ұйқы алмайды. Ләні қостың. Мынау мен айтсаң, Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды. Мынада Алла тағаланы қалғу алмайды және ұйқы алмайды. Ал кім қайсы? Қазір осылай аударсам, Алла тағаланы қалғу алмайды және ұйқы алмайды. Асты Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды. Алла тағаланы қалғу алмайды және ұйқы алмайды. Асты Алла тағаланы қалғу, ұйқы алмайды. Қалғу және ұйқы алмайды. Алла тағала әдейі ләмді қосып тұр. Ләмді қоспайтын болса, бұлай болатын мағынасы. Жаңа айтты, Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды. Мұнда ләм қосқанда Алла тағаланы қалғу да алмайды және ұйқы да алмайды. Иә. Бұл жерде анықтап айтып беріп тұр емес пе ләмді қосқанда? Не анықтап беріп тұр? Ұйқыны да екеуінде бөлек айтып беріп тұр, екеуінде бөлек тоқтаумен. Бұлай да айтса болмай ма не? Қалғу да алмайды. Үстіне айтасың қайта, жоқ бар театр шамалап іліп бәтір негіз. Қайта енді бір талдасақ ілеміз ол бар деген. Алла тағаланы, қайсы үстін ба? Алла тағаланы қалғу алмайды және ұйқы алмайды. Астымен болса? Астымен қалай? Астымен? Алла тағаланы қалғу және ұйқы алмайды.
міне бұл жерде былай айтылып тұр, үстімен алатын болса, алла тағала қалу алмайды деп қалуды бөлек алып тұр ғой. Содан кейін және бана ұйқыды алмайды деп бөлек алып тұр. Ләні қоспағанда алла тағала екеуін бірге қосып жіберіп тұр онда. Қалуды және ұйқыды алмайды деп екеуін сөйтіп айтып кетіп тұр. Бұл жер қалуды бөлек айтпай тұр ғой. Мынаны қосып жіберіп тұр, ұйқыға қосып жіберіп тұр ғой. Как будто екеуі бір нәрсе сияқты. Егер бұл жерге қара, уәнің орнына немесені қосқанда түсінікті болатын еді. Солай. Бөлек болатын еді. Мында анау айтқасы екеуі бір сияқты болып кетіп тұр ғой, ана ләні қоспаған. Мағынасы бірге кетіп тұр ғой. Алла тағаланы ұйқы немесе қалу алмайды десең, онда жеке-жеке келетін сияқты да. Иә, дұрыс. Және деген кезде, әлбетте, егер былай келетін болса, ләні қоймайтын болсаң, онда не? Алла тағаланың қалуы мен ұйқы алмайды деген кезде, екеуі бірге келген кезде алмайды. Жекеше келген кезде алады деген шығып кетеді да. Алла сақтасын, көрдіңіз ба? Сондықтан әдейі Алла тағала оны қайтару үшін екеуі де бөлек-бөлек көрсетіп тұр сондықтан Алла тағала. Алла тағаланың қалуы да алмайды, және ұйқыда алмайды деп жеке көрсетіп тұр екеуінде. Как будто екеуі, егер мынаумен түсінетін болсаң, екеуі болған кезде алмайды. Ал жеке келген кезде как будто болатын сияқты болып кетеді да, мынау түсінікті ма? Иә, дұрыс. Өйткені және деген сөз, қара, мешітке Ербол және Нұрбол кіріп келді. Қалай түсінесіз? Екеуі кіріп келді ғой, дұрыс па? Екеуі бір келді. Түсінікті ма? Сондай нәрсе бұл жерде көрдіңіз ба? Мешітке Ербол және Нұрбол келсе бірге келді. Дұрыс. Ләсі жоқ, былай болатын. Мешітке Ербол және біреу кіріп келді. Түсініксіз біреуі бар. Бірақ екі адам түсінікті. Екіншісі, мысалы, мына ләсі бар тұры былай. Мешітке Ербол және Нұрбол кіріп келді. Екі адам, бірақ екеуі де кім екенін белгілі болып қалды. Сондай болып тұр. Түсінікті ма? Сол үшін Алла тағала әдейі ләмді қойды. Түсінікті ма? Екеуі бірге болған кезде алмайды да, бірақ бөлек-бөлек шыққан кезде алады деген мағына шығып кетеді. Сол қате түсінікті қайтару үшін Алла тағала әдейі ләмді кіргізді. Түсінікті ма? Аятул Курсин біліп жүріңіздер. Сол себепті Алла тағала ләмді кіргізді. Енді андері худуху деген Алла, мысалы, бізді ұйқы алады. Бізді ұйқы алғаннан кейін біз ұйқыға әлсізбіз деген мағына шығады. Түсінікті ма? Мысалы, біз әлсіз нәрсе ол Құдай бола алмайды. Түсінікті ма? Әлсіз нәрсе Құдай бола алмайды. Мысалы, кейбір адамдар кезінде де болды ғой, мысалға. Сондай, өзін Құдаймын деген. Бірақ ол әйелге мұқтаж болды ма? Онда ол әлсіз деген мағына шығады. Онда өз Құдай емес, мұқтаж ол. Ұйқыға мұқтаж, дүниеге мұқтаж. Сондықтан оны дүние жеңді деген мағына. Оны әйел жеңді, оны бала жеңді. Сондықтан ол ешқандай Құдай бола алмайды. Ол әлсіз деген мағына шығады екен. Ана бас бастайсыз ба? Стоп қоя салыңыз.